Сәлем достар, Аспаз Келін каналына қош келдіңіздер. Бүгін осындай керемет пицца дайындайтын боламыз. Бұл пиццаның ерекшелігі, яғни 5 минутта пісіп шығады. Құпиясы қамырында. Видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі де көп рецепттер болады. Қараңыздар, өте жұмсақ, әрі жұқа, әдемі пісіп шыққан. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Ең алдыменен жылы суымызды және де 3 шай қасық қантымызды және 1,5 шай қасық тұзымызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Ендігі кезекте сұйық майымызды құямыз. Негізі оливковый май болса да жақсы болады. Сұйық май құйсаңыз да жағындай жұмсақ болып шығады. 3 ас қасық сұйық май және 1 шай қасық дрожжымызды саламыз. Егер асығыс болсаңыздар, 1,5-2 қасық салсаңыздар да болады. Енді жұмсақ қылып қамыр илейтін боламыз. Қолға жабысатындай жұмсақ қамыр илеуіміз керек болады. Неге қамырымыздың жұмсақтығы осындай болуы керек. Енді 30-40 минутқа тындыруға қоятын боламыз. Тез ашып шығады. Енді қамырымызды мен 4 бөлікке бөліп алдым. Өздеріңіздің тапаңыздың көлеміне қарай бөліктерге бөліп алсаңыздар болады. Менде 4 пицца шықты осы қамырдан. Енді бөліктерге бөліп, осылай қолымызды кішкене майлап аламыз. Енді қолымызды майлап, осы майдың көмегіменен қамырымызды жайып алатын боламыз. Яғни оқтауды пайдаланбаймыз. Оқтау пайдаланатын болсақ, біздің пиццамыз қатып қалуы мүмкін. Сол үшін тек қана осылай қолдың көмегіменен әдемі қылып, бір келкі қылып жайып алатын боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, тез жайылғыш болып келеді. Осылай табамызға салатын боламыз. Енді саусына мен майонез бен кетчуп пайдаландым. Алдағы уақытта оригинал саустың рецептімен бөлісетін боламын. Осы сауста негізі керемет шығады асыққан кезде. Осылай жағып, өздеріңіздің қалауларыңызша ішіне салсаңыздар болады. Огурцы, помидор салсаңыз да болады. Мен тек қана колбаса менен сыр ғана пайдаландым. Енді алдымен бірінші сырымызды астыңғы бөлігіне салып аламыз, азғантай. Содан соң барып колбасамызды салатын боламыз. Енді үстіңгі бөлігіне де осылай сырдан салып, пешімізді 250 градусқа қыздырып қойдым. Әсел пеш болса, полный қойсаңыздар болады. 5 минутта пісіп шығатын болады. Неге пісіп шықты, қамырымыз өте жұмсақ. Қараңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге болған Аспаз Келін. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Әлі де